1999 жыл. Қазақстандағы саяси ахуал, клан аралық соғыс, компроматтар, саяси тазартулар. Сол кезеңдегі Имекең президент әкімшілігінің басшысы. Кейінірек премьер-министр атанды. Ол жүйенің жасырын сәулетшісі болды. Яғни, ол билік жүргізген жоқ, ол жүйені құрумен айналысты. Имекең Астана әкімі атанғанда, оның жақын досы әрі серігі, комсомол кезінен бірге жүрген Нығматулин президент әкімшілігі басшысының орынбасары деңгейіне дейін көтерілді. Нығматулин үлкен саясатқа Дариға Назарбаеваның арқасында келді, дегенмен кейін Тасмағамбетовтің көмегімен жоғарылады. Президент әкімшілігінде жүріп, ол парламентті бақылауында ұстауды, сотқа қысым жасауды үйренді. Кейін жүйеге бағынғысы келмейтін депутаттармен келіссөз жүргізетін негізгі тұлғаға айналды. 2012 жылы бір мезгілде қос бағытта ауыс түйістер орын алды. Имекең қорғаныс министрі, Нығматулин мәжіліс төрағасы атанды. Бірі әскерді, екіншісі заңнаманы басқарды. Олар билік институттарын есеппен жаулап алды десе де болады. Олар Назарбаевтың тұсында-ақ билік транзиті сценарийін талқылаған және ол кезде Имекеңді мұрагер ретінде қарастыратын. Тек жеке жүйе, көне мектеп, екі дос арасында сақталған кеңестік тәрбие. Олар саяси сахнаға жастайынан аяқ басқан. Бірі ылғжо орталық комитетінің бірінші хатшысы, екіншісі Қарағанды облыстық комитетінің жетекшісі. Екеуі де үлкенге құрмет көрсету міндетті болып табылатын қатал жүйеде тәрбиеленген. Олар тек жүйедегі қызмет атқарушылар ретінде ғана емес, харизматикалық популистер ретінде мансап құрды. Оларды байланыстырған нәрсе, олар бір ұрпақтың өкілдері және олардың алған тәрбиелері де бірдей. Ол тәрбиеге сәйкес бастысы көзге түспей, ыңғайлы сәтті күту керек. Кеңестік билік Нығматулин үшін аймақтық билікке жол ашты, әсіресе партиялық тәртіп арқылы кейін мәжілісті бақылауында ұстауға мүмкіндік берді. Кей ақпараттарға сүйенсек, олар жай ғана әріптестер емес, олардың араларында комсомол кезінен қалған бейресми келісім болған. Бірін-бірі қолдау, үнсіздік сақтау және қажет кезде бұрынғылардың қайта оралу үшін жол ашу.